Күнтізбеде қазан айы, соған орай сіздерге Темір алып анимациялық мультфильмін көруге кеңес береміз. Ұлыбритандық жазушы Тед Хьюздың 1968 жылы жарық көрген Темір адам романы желісі бойынша түсірілді. Мультфильмнің режиссері ешкімге танымал емес американдық Брэд Бёрд болады. Warner Brothers студиясы Pixar'ға кішкентай бюджетпен аз уақыт ішінде мықты мультфильм істей алуға болатынын көрсеткісі келді. We had to make the film with a third of the budget and in half the time of a typical animated feature. Disney had 5 years, we had 2.5. Really fine work, terrific animation, and just to put it in context, Tarzan started a year before us, and they'll be finished with animation in 3 weeks. With 40 more animators. So, they're pussies! Бірақ ол кез кино жылы еді, яғни 1999 жыл. Төбелес клубы, Матрица, Жасыл мел, Мумия, ойыншықтар оқиғасы және тағда басқалары. Солай Темір алып мультфильмі $50 миллион бюджетпен $31 миллион жинап, осылайша сәтсіздікке ұшырайды. Pixar Брэд Бёрдтың мықты екенін көріп, Pixar'ға жұмысқа шақырады. Ал ол содан кейін барлығы білетін аты аңызға айналған таңғажайып отбасы мен Рататуйдың режиссері болады. Мультфильм 1957 жылы қырғи қабақ соғыс кезінде болады. Сюжеттің ортасында Хогарт Хьюз есімді бала кездейсоқ алып роботты тауып, оны өзінің досы ретінде көреді. Хогарт бала Дин атты мүсіншімен федералды агент Кент Менсли мен американдық әскерилердің алыпты тауып, жоюына жол бермеуге тырысады. «71 парақшасын тыңдап оқи жүріңіздер.